Сәлем досым, бүгін біз жануарлармен жақынырақ танысатын боламыз. Бұл арыстан, аң патшасы арыстан. Арыстанның үйін көрсетші. Жарайсың. Арыстанның үйін дәл таптың. Келесі аю. Аю қыста ұйықтайтын аңдардың бірі және бірегейі болып табылады. Ал енді аюдың үйін тапшы. Жарайсың, аюдың үйін дәл таптың. Келесі бізде піл. Піл өте ірі жануарлардың бірі. Енді пілдің үйін көрсете қойшы. Дұрыс. Пілдің үйін дәл таптың досым. Келесі бұл жылан. Жылан өте суық жануарлардың бірі болып табылады. Досым, жыланның үйін көрсетші. Дәл таптың досым. Жыланның үйін дұрыс таптың. Келесі бізде крокодил. Крокодил өте суық жыртқыш аңдардың бірі. Крокодилдің үйін көрсетші. Жарайсың, крокодилдің үйін дәл таптың. Келесі бізде зебра. Зебра өте көңілді аң. Зебраның үйін көрсетші досым. Дәл таптың. Жарайсың. Зебраның үйіне апарамыз. Соңғы жануардың түрі жолбарыс. Жолбарыстың үйін көрсетші досым. Жарайсың. Жолбарыстың үйін дәл таптың. Достар, енді бүгінгі өткен танысқан жануарларымызды атын тағы бір қайталап шығайықшы. Бұл піл. Бұл арыстан. Бұл жылан. Бұл жолбарыс. Бұл аю. Бұл зебра. Бұл крокодил. Жарайсың досым.